Жұма күніңіз қайырлы олсын. Бүгін Қырмыжғалынан 1101 күні екінленмекте эфирде заман студияда Шевкет Аматулаев чалыша. Бүгін программамызда. Украинада Львов шахтасында илек олғанларының қатырасына маты миллион етілді. Бүгін бірінші кере шахтаға түскен егіп бар еді. Ләкин о ғалиба сағлам, реанимацияда. Украина фискаль қызметінің yolbaşçısı Роман Насировны вазифесінден жетілештірділер. О көзлеріні қапатты веозыны эссіз деп көстірді. Марлен Мустафаевке қол тұтмаға шыққанларының яқалануы қануни екен. Қырамнан юқары Рус махкемесі шикаятлеріні қанатлендірмеген. Енді инсанлар бір ерде топлашсалар, оларға қаршы протоколлар тізіп, іш башлай білелер. Украинада Львов шахтасында илек олғанларының қатарасына маты миллион етілді. Туневын Степова көмір шахтасында ер астында топланған газ патлаған. Қазан нәтижесінде 8 көміржі илек олды 14 чешіт яраларынан хастаханеге түшті. Патлав олған вақытта шахтада 200-ге яқан көміржі чалыша екен. Дарбені шытшық туманны көрдік. Бере-берер оғланларыны чықармаға башладық. Башта өмір алеметлері олғанларыны чықардық, әркесіні чықардық. Бүгін бірінші кере шахтаға түшкен егіп бар еді. Ләкин о ғалиба сағлам, реанимацияда. Олар тазминатларына алacaklar. Мен қарарыны таздықладым, әркезге 50-100 бин гривна төленecek. Яраланғанларға да біз әм малия тарафтан, әм ТБ тарафтан ярдым етерміз. Қырымда училы велсі Ришат Аметов қырсызланған еді. Орусия тәжауызының бірінші құрбаны олды. Ришат Аметов Ахмеджит меркезіне бірдемлік наразылық кечірмек үшін чыға. Арби рубада олған Аксеновның самооборона темсілжелері Аметовны арабаға отыртып, белі олмаған тарафқа алып кетелер. 2 аптадан соң Қарасубазар районында қинап ізлерінен оның жесеті тапыла. Бұл сене о 42 яшыны толдырacak еді. Умыр арқадашы учкычык баланен қалды. Аметовның қателері аляда сербеслікте үрелер кімсе жезаланмады. Украина халық депутаты Сергей Высоцкий Ришат Аметовқа Украина қараманы ұнваны берілмесіні талап ете. Оле мұражатнену Украина президенті Петро Порошенкоға мұражат yolлаған. Даевел февралінің 26-сында Қырым ватандашлық қамачавының yolbaşçısı Ленур Ислямов Ришат Аметовқа Украина қараманы ұнваны берілмесіні талап еткен еді. Украинаның фискаль қызметінің yolbaşçısı Роман Насиров тақиқат алып барылғанына қадар өз вазифесінден четлештірілді. Кечкен геже Киев хастаханелерінің бірінде оңа өз вазифесіні шақси менфаатларында қолланғаны үшін шеклеме сеслендірділер. Насировның адвокатлары білдіргеніне көре шекленув о ессіз олған вақытта сеслендірілген. Туневын екімлер онда юрек ағырсы олғаныны қайдеткен олсалар, бүгін инфаркт олғанына айтылды. Тәпсілатлы жамық беріміз Эльвина Сидбулаева біле. Роман Насировны палатадан бірден чықарып, оны кардиореанимация бөлігіне кешірелер. Екімлер инфаркт бойынша амелият кешірділер. Мен құрчалаған шақысының ялы ярамай, Вена бұ тарафындан тетқық ішлеріні кечірмеге олмай. Набу векілері бұтын геже хастанын палатасы янында невбе тұталар. 2 күн евелсі олар фискаль қызмет бинасында тінтулерін кечірділер. Бұнен бірабер оның декларациясында қайдетілген адреслері бойынша незарет өткерділер. Тінтулерінен омыры қадашының қартанасының евінде де келгенлер. Незарекечілер тінтув тәдбірлеріні Аниченканың газ ішлері бойынша костер ішлеріні әсасында бежерелер. О, ішні шақси менфаат үшін құланмақта ве суистимальде қабатлана. Насиров Максус Анищенконың менфааты үшін чалышты. Ве параларны керексіз сарф етуде қабатлана. Күн евелсі Насировның вазеті ағырлақша екімлер оны атынеуін гипертония криз диагнозы қоялар. Набу хадимлері ве прокуратура векілері бірнқаш саадевамында Феофания хастаханесіне кіріп оламалар. Насировны мұнда ерлештіргенлер. Гече саат онда хастаханеде зәрет үшін кірмек ясақ ве бекчілерін кімсенін кірсетмелер. Халық депутаты Андрей Жиржий бұл вазетні тақып ете ве фискаль қызметінің yolbaşçısı Насировны айнеделікте қабатлай.
Ви бачили багато наших політиків, які в таких Бұл ситуаціях вазиетке түшкенінден чоғысы саясетчілеріміз бірден хасталаналар. Мұнда ешбір янлық yok. Бұл стандарт бір усул. Побачимо, як будуть. Ну так. Набу хадимлері Насировға весіқаларыны теслим еткенде, адвокатларының айтқанына көре о ессіз екен. Оларының бөле әрекетке юридик эсас олмағаны қайдетелер. О эссіз ұлғанда Набу хадимлері шубе весіқасыны оқумаға башлай. Оның үшін детективлер қануны боздылар, чүнки оның қорчалайжылары янында yok еді. Набу хадимлері қанун бойынша әрекет еткенлеріні тасықлай. Набу елбашысы Артем Сытник, алазырда тыйғачылар тибиет весіқаларыны талилетелер. Складено протокол про затримання, оголошено про підозру. Протокол тезілді. Шубе аризасы сеслендірілді. Детективлер шымды хастанын ал вазиетінен бағлы тиби весіқаларыны алмаға тырышалар. Оны мұстақыл экспертиза незарет етіп, сон қарар алacakмыз. Об'єктивний висновок щодо стану здоров'я затриманого буде подальшим прийнято рішення. Қабарчылықта қаршы күреш прокуратурасы Насировны қабатлы деп таный. Оның тиби вазиеті махкемеге кетірмеге ешбір шүбе доғырмағаныны білдірелер. Слідство вважає, що голова державної Тақиқатчыларының малюматына көре, фискаль қызметінің елбашчысы Роман Насиров халық депутат Анищенконың менфааты үшін çalışқан. Бұл беле олған газ мәселесінде. Роман Насиров Украина бюджетіне 2 миллиард гривна зарар кетірген. Спричинено шкоду близько 2 мільярдів гривень державному бюджету. Тетқиқ өткерілген мұддетке Насиров вазифесінден бошатылды. Эльвина Титбулаева, Ислам Пингави, Асан Эминов, Заман, АТР. СБУ баш прокуратура хадимлері Одессаның сабық гумрук қызметінің сабық юлбашысы Юлия Марушевская евіне тентув кечірмей келгенлер. Марушевская озы четелде екен. Бұл ақта өзі Facebook сайфесінде язды. Тентув өткерілуінің себеплері белі дегел. Марлен Мустафаевке қол тұтмаға шыққанларға низбетен шығарылған қарарларыны Қырымның юқары Рус махкемесі қануни деп таный. Бұны махкемеден соң ұқық қорчалайжы Рустем Камилев білдірді. Февральдың 21-де Каменка Боғырчада яшаған Марлен Мустафаев евінде тентув өткерілген вақыт дестек көстермеге шыққан 10 кішіні полиция қанунсыз митинг кечіргендір деп туты протоколлар тызды. Махкемесі біріне 5 күнлік апыз жезасыны белгіледі. Мустафаевны санкедерсін ичтимai ағыларда экстремистик материаллар тарқатуында қабатлап, 11 күнге апске аттылар. Конвейер шеклінде ішлеріні бақы бірі-бірі артындан қарарларыны шығардылар. Шикаетлеріміз рет етілді. Бұл кішілерге қаршы қоланылған мемори жеза қануни екен. Біз тақдим еткен делелеріні махкеме көзөгіне алмады. Бүгінгі күнге орнек яратылды. Енді инсанлар бір ерде топлашсалар, оларға қаршы протоколлар тізіп, іш башлай білелер. Қырымда репрессияви басқы артты. Русия кеметі ерлі фальжілеріні қорқызмаға істей. Бөле фкіріні Русиялі журналист Антон Наумлюк білдірді. О соңки бір қач афта девамында Қырымда олып кечкен вақияларнен бағлы материалар азырлай. Антон Наумлюк Владимир Балухнен бағлы шығарылған екені кадрларыны көстіре. Оны Украин позициясы олғаны үшін апске ташладылар. Владимир Балух Украин менфатларыны құрчылаған фальжидыр. Шымды оны махкеме салонындан шығаралар. Бұмен чеккен екені видеодыр. Махкеме салонында видео чекмеге ясақ еттілер. Наумлюк ишғал олынған Қырымда çalışып вақияларыны доғыры көстерген журналистерден бірідір. О көстерген мевзулар арасында Кремль сиясетінен разы олмағанларға қаршы қоланылған репрессиялардыр. Во-первых, там работать нужно, во-вторых, там работать... Біріншіден анда чықармақ керек, екіншіден анда Украин журналистлері де çalışа біле. Омызыңда баш ве еміртаңыз олмалы. Баш ең хафлы ерге кірмемек үшін керектір. Сізні ізлеп телефоныңызны деңлей білелер. Бөле рухи жеттен олған басқыға азыр олсаңыз, сізні бұл қорқызмаса, сізге çalışмақ үшін кімсе ясақ етмес. Пойти, и для вас это там, не так много значит, то, в общем, работать вам никто не запретит. Соңки ай Наумлюк Қырымда çalışты. Бұл вақыт девамында 16 инсан тұтылған. Журналист айтқанына көре, Рус силалы құветлерінің хадимлері, сияси мабуслерінің балаларыны ачық айдын қорқызы башлағанлары.
Вот это административное давление, оно усилилось, но... как Мемури видите, басқа теперь арттырылды, несколько инсанны характер. апске То есть это ташламақ такой, дегілде қорқызмаға элемент, істейлер. наверное, Шымда апсте крымского тұтылған правозащитника Эмирусин и кукунын оғына именно бір к кіші его келіп, ребенку, руки жеттен маленькому басты Бекиру япмаға пришел башлаған. человек, Sonra belli как oldu потом bu уже kişi выяснилось, FSB'ге он çalışa. работает на Oğlanға ФСБ senin и baban начал yarama буквально давить insanlarnen baq психологически на tuta, ребенка, говорит, onu что, hapsке «Ты taşlayacaklar, знаешь, что sen твой onu отец başqa связался с hiç этими bir людьми, vaqt ты görmesin знаешь, что deb его вот aytgan. надолго посадят, и ну, ты должен уже понимать, что ты его больше никогда не увидишь». Наумлюк Қырым татарларының арасында олған Мусбет деңішівлеріні қайдеті. Айтқанына көре Қырым татарлар бір махкеме топлашуында бір-біріні дестек көстергені оны айретте қалдырған. Тентуге оғрағанның еві янында онлар же юзлер же кіші топланғаны силялы құветлер қадемлеріні қорқыза. Олар бұны бірінші кере көрелері. Русияде бойле шаматалы парлақ ве бұл қадар инсан дестек көстермеге чықмай. Қырым татарлары аңлайлар, оларға бір шей олса, оларға да о қадар инсан қолтысмаға чықары. Евгения Данилова, Эльдар Исматов, Заман, АТР. Евровидение ғалибенің эйкелчігі Қадими Карбованенцлер Украиналы барыжыларының сымалары Киевте Хабер музейі açıldı. Мистейский арсеналының 10 одасында Мұстақил Украинаның тарихы тақдим етілді. Экспонатлар шақси коллекциялардан да алынған. Бірінші оларақ музейні студент ве журналистлер зиярет етті. Олар арасында мұхберіміз Лидия Полянская да бар еді. Бүйклер үшін 60 гривна, бала студент вен нефақачыларға бұл фиятының ярысы. Мында Украин хаберлерінің насыл азырлағаныны көрмек мүмкін. Әрістеген біранда алып барыжы яда мұхбир олмаға фұрсат бар. Бұл тек мұйым олған вақияларны хатырламақ үшін дегілді, мақсадымыз телевидениеде насыл çalışқанларны көстермек ве серчілерге, олар бізге ярдым еткен шекілде өзлерінің мөлев сыфатында исеттірмекнен бағылыдыр. İlk olarak medya dünya muhitinde dalmak Kiev stüdentleri nasip oldu. Олар memnuniyetlikten selfie yapaydılar, Ukraynilerinin galibelerini hatırlattılar ve tamam президент кебі İncil üzerinde bile emin ettiler. Бірінші залдан башлап ерші çok yaxşı anlatılған noqtalarnen ve başından sonuna kadar pek mantıqlı. Siz jurnalist olған olmağanızға bakmadan pek meraklı. Men oyunçum bu sebepten içinde ерші nasıl çalışkanымен pek meraklanam. Men jurnalistlik yapmadım ama haberlerini seyrettim, meraklanam. Muzeynin açılığı TSN haber programmasının 20 senesine bağışlagan. Leyhanin bağlı işler 6 aydan ziyade devam etti. Teşkilatçılar Zemanevi Ukrayna'nın en mühim haberlerini toplaganlar. Müstakil ekspertler 100 en mühim haberlerini sayladılar. Bu arada son 26 yıl içinde Kırım'ın istilası ilk mühim haberdir. Bu insanlarını memleket içine komip taşlama teşebbüsüydü. Bu sebepten biz en mühim siyasi anlarını hem de eğlence vakalarını tapmağa hareket ettik. Ayrı bir zalda ziyaretçiler Zemanevi Ukrayna'nın top 10 arasındaki bir haberge rey bileler. Biz Ukrayna tarihini haber vasıtasının göstermeye karar verdik. Son olarga uygun eksponatla jıydık. Beginnermiz degende beleyimiz. Çünkü evlisi bu halk erişilip olamayacağın şeylerdi. Teşkilatçılar Müstakil Ukrayna'nın tarihi tahlil etmege istegenler. Oldu mu yok mu buna seyirciler karar versin. Televizyon ayatının Mart'ın 26'sına kadar tanışmağa imkan var. Lidia Polyanskaya, Edem Seydaliyev, Zaman, АТР. Ахмеджетте белі дизайнер Ленара Усманның Феза Кайнат Космос манасыны ташыған Фез коллекциясы тақдим етілді. Коллекцияға 40-тан зияде Фез каре тақдим ерасимі Ахмеджеттеки Фез арт-салонында олып кечті. Бүгін менің үшін қуанчтыр, өз хаялларымы амелге кечіріп олдым. Сырф ташлар, боя, күміш, алтыннен экспериментлер япып олдым. Нәтижесінен мемнуным. Тақдим намені сeyircilerimiz бегенгенінден хошнутым. Название полностью соответствует. Ады пек келеші, чүнки менімже бұл керчектен де кайнат. Бұл техники тарафтан пек қиын ештір. Внимательно посмотрела, что технически, я думаю, что это очень сложная работа. Бұл ноқтада yayınımызны екілейміз, келешек ратлық күнлеріңіз қайырлы ве тынч кечмесіні тілейміз. Дайыма атырыле олыңыз, сауықне қалыңыз.